Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, қазақ каналы. Мемлекеттерді салыстыру рубрикасынан шаршасаңыздар, сіздерге жаңа видео. Бұл видеода сіз білмеген ақпараттар туралы айтатын боламыз. Қазіргі таңда Дубай қаласы осы экспоға байланысты өте ірі ауқымды жобалардың бірін қолға алған болады. Солардың бірі Дубай керек тауыр ғимараты. Ол қазіргі таңдағы ең биік ғимарат Бурж Халифадан 100 метрге биік. Бурж Халифаның жалпы биіктігі 828 метрді құрайды. Ал осы Дубай керек тауыр ғимаратының жалпы биіктігі 928 метр және 200 қабатты ғимарат болып есептеледі. Бұл ірі ғимараттың дизайнері испандық архитектор Сантьяго Калатрава болып табылады. Қазіргі таңда осы жобаға $1 миллиард қаржы жұмсалған болатын. Дубай 2020 экспосы негізгі осы жылы өтуі тиіс болған болатын, алайда COVID-19-ға байланысты ол 1 қазан 2021 жылға ауыстырылды. Сіз білмеген ақпарат күн жүйесіндегі уран және де шолпан ғаламшарларында күн батыстан шығады. Оған себеп бұл екі ғаламшар басқа ғаламшарларға кері бағытта айналатын планеталар. Әлемдегі ең биік сарқырама ол әрине Анхель сарқырамасы. Қазіргі таңда Анхель сарқырамасының биіктігі 1054 метрден құлайды. Анхель сарқырамасының ерекшелігі Анхель сарқырамасының төменгі бөлігінде тұман секілді болып тұрады. Оған себеп 1 километрден құлайтын тамшылар судың бетіне жетпей буланып кетеді екен. Сол себептен оның төменгі бөлігі тұман секілді болып тұрады. Әлемдегі атақты қолбасшылардың бірі француз жауынгері Наполеон Бонапарт 9 жасына дейін итальянша сөйлеген. Оған себеп оның туып өскен жері Айочо Корсика қаласы болған. 9 жасына дейін Италия тілінде сөйлеп, 9 жасынан кейін барып француз тілін үйренген. Барлығымызға белгілі әлемдегі екінші дүниежүзілік соғыс барлығы ойлайды екен Германияның жеңілуімен аяқталды. Алайда екінші дүниежүзілік соғыс Германияның емес, Жапонияның тізе бүгуімен аяқталған болатын. Барлығыңызға белгілі 1945 жылы Америка құрама штаттары Жапонияның екі бірдей қаласына, Хиросима және де Нагасаки қалаларына атом бомба тастаған болатын. Америка құрама штаттарының ең алғашқы астанасы ол әрине Вашингтон қаласы емес. 1776 мен 1800 жылдар аралығында болған қала Америка құрама штаттарының астанасы Филадельфия қаласы болып есептеледі. Біздің видеоларды сағынып қалсаңыздар, біздің видеоларымызды қайталап көріп шығуға кеңес береміз. Әсіресе Қазақстандағы салынып жатқан ғимараттар туралы видеомыз сіздерге ұнауы тиіс. Осылайша видео өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнаса маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, міндетті түрде колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі келесі видео қазақша Илон Маск туралы болмақ. Сіздерге видеоның тақырыбы ұнаса, сіздерді келесі видеода күтетін боламын. Міндетті түрде колокольчикті басып, дайын отырыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, қазақ каналы. Қош, сау болыңыздар.